ұлттық ойынымызды ойнаймыз қазағымыздың. Мынау дорбаның ішінде не бар? Асық. Асықпен біз қандай ойын ойнаймыз балалар? Ханталапай. Жарайсыңдар балалар. Ойнағыларың келіп тұр ма Ханталапай? Ал балалар қараңдар, ол дорбаның ішінде асық бар. Қараңдаршы балалар, мына асықтың түсі қандай? Қызыл. Қызыл. Ол қан асығы деп аталады балалар. Бұл асық былай түссе шек деп, былай түссе көк деп, былай түссе алшы, былай түссе тәйкі деп аталады балалар. Балалар, Ханталапай ойында біз осы дорбаның ішінде асықтарды шайғап, не істейміз? Жерге төгеміз. Кімге қан асығы түссе, сол ойынды бірінші болып бастайды. Ал балалар, дайынбыз ба? Иә! Талапай, басталды ойын. Алақай! Ал жарайсыңдар балалар. Қан асығы кімге түсті? Анан. Жәнерке қызға түсті балалар. Енді ойынымыздың басын Жәнерке қызымыз бастайды балалар. Ал асықтарды дорбаларына сала қойыңдар. Осы асықтың ішінде бір асықты сақа етіп сайлап, асықты ойынын жалғастырамыз. Ал балалар, дайын асығымызды тіземіз.